Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және желі қолданушылары. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Парасат орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Тарлан сыйлығының лауреаты, ақын драматург Иран Ғайыптың 75 жасқа толуына орай замана шындығын жырлаған ақын атты видеошолуды назарларыңызға ұсынамыз. Иранбек Оразбаев 1947 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданында туған. Қазақ политехникалық институтының Тау-кен факультетін, Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтының жанындағы жоғары әдеби курсты бітірген. Әр жылдары Қызылорда облысы білім қоғамында референт, жазушы баспасында редактор, Қазақ әдебиеті газеті редакциясында поэзия бөлімінің меңгерушісі, Қазақстан Республикасының білім мәдениет комитетінің редакциялық репертуарлық коллегиялық бас редакторы қызметін атқарды. 1998 жылдан Қазақстанның мемлекеттік Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрының әдебиет бөлімін басқарды. Сыр перзенті өзінің туындыларына жаратылыстық ұлы феномені адамның басты нысаны ете отырып, оның бүкіл болмысындағы күйініш пен сүйінішін, қуанышы мен мұңын өзіне ғана тән сезімталдықпен жеткізе білген. Иранбек Әбітайұлының шығармашылығы қазақ поэзиясының алтын қорына енген. Ол 30-ға жуық драмалық поэмаларының авторы. Оның көбі Қазақстанда ғана емес, шет елдерде де танымал. Мәселен, Шыңғысхан, Абылайхан, Қорқыттың көрі, тағы басқа туындылары бірнеше шет тілдерінде аударылған. Алғашқы жүрек жырлайды атты жинағы 1974 жылы жарық көрді. 1990 жылы 3 томдық, ал 2006 жылы 13 томдық таңдамалары жыр жинақтары жарық көрді. 2002 жылы Қорқыттың көрі атты жыр кітабы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш өткен жазба ақындар жыр мүшәйрасының бас жүлдегері. Иран Ғайып өнердегі тазалықты, ақиқатты қаралайтын ақын. Өзіне қойған талапты өзі де, ақындарда да деп армандайды. Ақынның тыныс тіршілігі, арман тілегі әр өлеңінде көрініс табады. Назарларыңызға рахмет.